Оқушыларыңызға бағалау жасау үшін мынадай интернетсіз шаблон пайдалансаңыздар болады. Мысалға, мына 3-ші оқушы сіздің сұрағыңызға жауап берсе, осының үстіне бір рет басасыз, сол кезде жылқының суреті шығады. Егер де 3-ші рет, 4-ші рет тағы да сұраққа жауап берсе, тағы да сол 3-ші оқушының атының үстінен басасыз, сол кезде мына жылқы осылай жылжып отырады. Одан да басқа оқушылар жауап беріп жатса, оның да үстінен басып отырасыз, ақырындап жылжи береді. Мінекей. Мына жерде 7 оқушы болғанымен тағы да бір страничка ашып, келесі оқушыларыңызды жазып, осылай пайдалансаңыздар болады. Мен уже дайындап қойғанмын. Мына жердегі кнопканы басқан кезде уже келесі бетке өтеді. Және мынадай бір екінші варианты бар. Мысалға, мына екінші оқушы жауап берді бір сұраққа. Келесі сұрақтарға жауап берген кезде, мінекей, асықтар осылай шығып отырады. Бұның барлығын өзімнің шаблондар жинағыма қосып қойғанмын. Жинақты алғыңыз келсе, комментарий қалдыра кетіңіз.